Birinci altın adam topu bölündük және екінші topқа бәйтерек тобы болып bölündü. Ойынды бастамас бұрын қай топ бірінші бастау керек? Соны шешіп аламыз. Айшада ең алшы түсті. Мәнге Айшаның тобы бәйтерек тобы ойынды бастайды. Бәйтерек тобынан кім шығады? Екінші сұрақ берді бізге. 16 желтоқсан қандай келді? Сол күні біздің еліміз тәуелсіздік алды. Жарайсыз. Айсұлтанның жауабы дұрыс екен. Мінекей 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні болып аталған екен. Мінекей Айсұлтан жаңа бәйтерек тобына 1 ұпай алып келді. Бесінші сұрақ. Жауап бере алмаған жағдайда бәйтерек тобы жауап берер. Кәдімгі айтамын. 1995 жылы 30 тамызда. Дұрыс айтасыз. Мемлекеттің өзінің ата заңы бар. Біздің мемлекетіміздің ең алғашқы астанасы болған қала Орынбор қаласы. Дұрыс жауапты көреміз балалар. Ақмешіт қазіргі біздің Қызылорда қаласы. Ал енді үшінші Астана. Бұны барлығымыз білеміздер. Қазіргі біздің егемен тәуелсіз Қазақстанымыздың астанасы Нұр Сұлтан қаласы. Қорапшаға жазылған екен. Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін қашан жариялады? 1991 жылы 16 желтоқсан күні бізде тәуелсіздік болып жарияланған екен. 9-шы сұраққа келіп тоқтадық. Қазақстан ең алғаш болып егеменді мемлекеттен қай мемлекет? Дұрыс деген, дұрыс емес деген соны анықтайтын боламыз қазір бізде. Бізді ең алғаш тәуелсіз мемлекет деп таныған бізде түрік мемлекет екен. Дұрыс жауап. 10-шы сұраққа келіп тоқтадық. Бізде мына жерде сұрағымызда мақал мәтелдердің жалғасын тап дейді. Одан шын, онға түс күймейсің. Кәдімгі дұрыс жауапты тексеріп көреміз енді. Дұрыс айтасың. Ал одан кейінсің? 50-тен бірден егізсің. Дұрыс жауапты тексеріп көрейік. Дұрыс. Батыр туса ел арысы, жаңбыр жер арысы. Бізде бәйтерек тобы Айшаның тобы алға өз командасын жетелеп алға шықты.